Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін мен сіздерге осындай жұмсақ, тез дайындалатын курага мен пирогтың рецептісін ұсынатын боламын. Бұл пирог орысша айтқанда пирог с курагой деп аталады. Сұранысқа ие пирогтардың бірі. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай өте керемет болып шығады. Бұл пирогтың құрамына бізге ұн, айран, сары май, қопсытқыш, қант, тартылған курага және де бір жұмыртқа қажет. Ең алдымен бір ыдыс аламыз, оған сары майымызды саламыз, оның үстіне қантты қосамыз да қолымызбен қысып еземіз. Оның үстіне бір жұмыртқаны қосамыз да қолымызбен қатты езіп, тағы да араластырамыз. Оның үстіне айранды құямыз да бірден сразу қопсытқышымызды да саламыз. Енді қолымызбен барлығын дұрыстап араластырамыз. Содан кейін ұнымызды саламыз да бізде қамыр пайда болғанша илейміз. Қамырымыз біздің өте жұмсақ болуы керек. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай сондай жұмсақ болуы тиіс. Біздің қамырымыз дайын болды. Енді осыны 20 минутқа холодильникке қоя тұрамыз. Ал енді біз ортасына салатын салмасын дайындаймыз. Яғни начинкасын дайындаймыз. Ол үшін осындай тартылған кураганы бір ыдысқа саламыз. Оның үстіне қантымызды қосамыз да жарты кеседей су құямыз. Енді барлығын жақсылап араластырып аламыз. Егер де сіздердің курагаларыңыз менікі сияқты ет тартқыштан тартылмаған болса, онда жақсылап курагаларыңызды жуып аласыздар да 30 минутқа үстіне су құйып қоясыздар. Содан кейін ет тартқыштан немесе блендердан өткізесіздер, сонда менікі сияқты осындай қоймалжың курага шығады сіздерде. Содан кейін холодильниктен қамырымызды аламыз да оны екі бөлікке бөліп аламыз. Бір жағы үлкендеу, бір жағы кішірек болады. Үлкендеу жағын осылай оқтаумен жайып аламыз, үлкендеу қып. Кішкентай жағын пирогымыздың бетіне қалдырамыз. Қамырымызды міне тура осылай жайып аламыз. Оны диаметрі 26 сантиметрлік осындай ыдысқа шетіне шығарып осылай жаямыз. Қолымызбен басып осылай шетіне шығарамыз. Артықтарын мұндай кескішпен немесе пышақпен алып тастасаңыздар болады. Енді қолымызбен тағы да басып равнять етеміз, яғни түзулейміз. Міне біздің қамырымыз тура осылай болып шығады. Енді осының ішіне жаңағы салмамызды саламыз. Салмамызды салып аламыз да қасықпен барлық жеріне жайып шығамыз. Міне тура осы видеодағыдай барлық жеріне салып шығамыз. Осылай болып шығады. Енді шет-шетін осылай қайырамыз. Пышақпен немесе қасықпен қайырсаңыздар болады. Осылай біркелкі қылып қайырып аламыз. Енді бетін әсемдейтін боламыз. Жаңағы қалған қамырымызды оқтаумен жайып аламыз. Сәл ғана ұн сеуіп аламыз да осылай домалақ қып қамырымызды жаямыз. Қамырымыздың қалыңдығы 3 сантиметрдей болса жеткілікті. Міне жайып алдық. Енді осындай арнайы ирек кескішпен осылай біркелкі қылып кесіп аламыз. Немесе сіздерде кескіш болмаса пышақпен кесе берсеңіздер де болады. Енді бірінші қатарына осылай барлық кескен қамырымызды түзу қылып жайып шығамыз. Ұзын болып кеткен артық қамырларды қолдарыңызбен үзіп алып тастайсыздар. Бірінші слойын міне осылай жасап алдық. Енді келесі жағын ортасы 4 бұрышты болатындай осылай жасаймыз. Немесе қиғашынан жасасаңыздар да болады. Міне осылай жасап алдық. Енді қалған қамырларымызды шетіне жабыстырып шығамыз. Мінеки шетіне де жабыстырып шықтық. Біздің пирогымыз дайын болды. Енді осы пирогты біз духовкада 200 градуста қызарғанша пісіретін боламыз.
Міне біздің пирогымыз дайын болды. Осылай болып шығады. Енді пирогымыздың бетіне қант ұнтағын сеуіп осылай әсемдейміз. Өте дәмді пирог болып шықты. Және де жұмсақ. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған Айгерім. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып қойыңыздар.